Қайда жүрсің түн ішіне дейін? Достарым үйленгеніңді жуайық деп қоймаған соң, солармен жүріп қалдым біраз. Біз мұнда шаршап қонақтардың артын жинап әрең біттік, ал сен жүрсің қаңғырып. Енді маған айтпай кететін болсаң көресің тура. Жарайды, ренжімеші енді. Көркем әлі тұрмады. Мама ашуланатын болды ғой. Көркем, тұра ғой енді. Таң атып кетті уже. Аян, кетші, мазамды алмашы. Көркем, тұра ғой енді. Аян, сен неге сызылып отырсың? Тұрғыз әйеліңді. Әй, келін, тұр бол. Сағат қанша болғанын білесің бе? Ойбай, сағат қанша болды? Жас келін деген сонша ұйықтай ма екен? Сұмдық-ай. Ұйықтап қалыппын ғой. Түсін ба десем, мама бөлмеге келіп тұр ғой. Қатты шаршағансың ғой. Иә, мама сондай. Менің де басымнан өткен. Сен енеміздің Мәнсия деген әпкесін білмейсің ғой. Бетіңе күліп, бәрін шағылыстырып жүреді. Таза жылан ғой. Кешегі қысқа шашты әйел ма? Қойшы, әпкесі ма не, сіңілісі деп ойласам, жас көрінеді екен. Әрине, өзіне қарап қалған ғой. Өзіне қараудан басқа жұмысы жоқ оның. Келін, бүгін маған сәлем салмадың ғой. Саят, қойшы, ұмытып кеткен шығар. Қайнағаңа да сәлем салып жүр. Келін, шайды сонша толтырып құйғаны несі, аз-аздан құйсаңшы. Келіннің қолы мол екен. Рахмет айналайын. Көркем, сен Саятқа ренжіме. Өзі сондай мазасыздау адам. Мейлі, ештеңе етпейді. Үйді жақсылап тазалап қойыңдар. Бүгін қонақ күтеміз, құрбыларым келін шайға келеді. Біз Саят екеуміз базарға барып келеміз. Барлығын қолдан пісіріп, қамыр жайып қойыңдар. Дайын тәттілер мен выпечканы сатып ала салайықта. Сендер не бітіресіңдер сонда кешке дейін? Қолдан пісіріңдер бәрін. Екі бірдей келінді не үшін алдым? Так что салай. Аян, бері кел бол. Тряпканы алды, уборка жаса. Көмектес бізге. Құр жатам деп ойладың ба? Құр жатқызбаймын мен сені енді. Жарайды, құр жатпаймын. Достар, келесі серияны жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыздар.